Сәлем қыздар, бүгін ерекше өрме төстікпен жасалатын палаудың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мен каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен өрме төстігімізді қазанға салып, асып бастаймыз. Оның алдында палауға керек заттарды түгендеп аламыз. Әрине пияз, сәбіз және де осындай төстік қажет болады. Төстігімізді кез келген бөліктерге бөліп аламыз. Осы уақытта өрме төстіктің көбігін алып, астын баяу отқа қойып, 1,5-2 сағатта пісіретін боламыз. Өрме төстігіміз піскенге дейін палауымызды бастаймыз. Төстіктерді қазанға салып қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. 1-2 минут қуырған соң үстіне пияз салып, пиязымыз сарғайғанға дейін қуырамыз. Сәбізімізді салып, әбден қуырамыз. Күріштің сарғайып пісуі осы сәбіздің сапасына байланысты. Қызыл сәбізді алғандарыңыз жөн. Сарғайған сәбізді алудың қажеті жоқ, себебі күрішіміз біздің қызарып піспей қалады. Алғашында сәбізімізді осылай ұзақ қуырамыз, 20-25 минуттай қатты отта қуыруға жет, себебі сәбізіміз жақсы қызарады. Одан кейін баяу отта қақпағын жауып қуырамыз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі күйіп кетуі мүмкін. Тұзымызды қосып, әбден араластырып жібереміз де, 1,5 литрдай қайнаған су құямыз. Міндетті түрде қайнап тұрған су құю қажет. Сонда сорпамыз біздің қызарып тұрады. Су құйған соң, сорпамыз бір қайнап алған соң, астын басып қоямыз. Баяу отта 20-25 минуттай пісіруіміз қажет. Сәбізіміз пісіп қалған кезде тағы да тұз қосып жіберіңіздер, себебі тұз көп қосқан сайын күрішіміз тұзды тез сіңіріп алады. Сондықтан да күріштің тұзы аз болып қалмас үшін сорпамызға тұзды кішкене көбірек қосамыз. Салқын суға күрішімізді әбден жуып аламыз. Үстіне салып, араластырмаймыз. Тек бетінде ғана тегістеп қоямыз да, қақпағын жауып, бір қайнағанға дейін қақпағын ашпай қоя тұрамыз. Бір қайнаған соң астын басып баяу отта пісіреміз. Одан кейін осылай суы тартылған соң күрішімізді астыдан үстіге қарай араластырып, тағы да 5-10 минутқа бұқтырып бетін жауып қоямыз. Сонда күріш өз буына пісетін болады. Күрішіміз пісуге аз қалғанға дейін біздің уже өрме төстігімізде дайын болып қалды. Өрме төстігімізді суытып, одан соң палаудың бетіне қою үшін осылай әдемілеп тураймыз. Біздің өрме төстігіміз өте жұмсақ болып пісті. Дәмі деген керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздер де ғашық боласыздар. Негізі төс ет қаттылау болады. Бұны ұзақ пісірсеңіздер өте жұмсақ болады. Жақындарыңыз осындай ерекше тамақпен қуантып тұрыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қасында қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда мен жаңа рецепт салсам, сол кезде сіздерге көрініп тұрады. Ас болсын.